жүкті бола алмай жүргендер жасап көрсін. Баланы біреуге алғашқы төсектен, біреуге есеппен береді деген сөз бар. Медицина мамандары бұл тұрғыда 1 жыл күту керек дейді. Ал сіздің жүкті бола алмай жүргеніңізге қанша жыл болды? Дәрігерлердің айтуынша тұрмысқа шыққаннан соң 1 жыл ішінде әйел ағзасы бала көтеруге дайындалады екен. Егер 1 жылдан соң да нәтиже болмай жатса, онда тексеріліп, ем қабылдауды бастау қажет. Психологтар болса, барлық мәселе мида екенін айтып, ойдағы блоктарды жоюды алға тартады. Яғни, саналы түрде жүкті болуға дайын екеніңізді түп санаға жеткізу керек. Бұл тұрғыда мынандай медитациялық жаттығулардың көмегі зор. Медитациялық жаттығуды көңілді әрі асықпай орындау керек. Нәтиже үшін жағымды эмоция өте маңызды. Сондықтан күйкі тірлікті 1 сәт ұмыта тұрып, көңіл күйіңізді жақсартып алыңыз. Ол үшін YouTube'дан 5-10 минут күн көріңіз, немесе сүйікті шоколадыңыз бен кофе ішіп алыңыз. Көңіл күй жақсарды ма? Терең бір қалыпты тыныс алып, іштей мен бақыттымын, мен өмірді сүйем деп 4-5 рет қайталаңыз. Бұл жағымсыз ойларды қууға жәрдемдеседі. Тәніңізде, жаныңызда тынышталған соң жаттығуды бастаңыз. Сонымен жаттығуға кірісейік. 1 қалам. Өзіңізге ыңғайлы қалыпта отырып көзіңізді жұмыңыз. 2 қадам. Бала кезіңізде сабынды суды үрлегенде мөлдір шарлар пайда болғанын тамашалап, оны ауада ұшырып ойнаған шығарсыз. Қазір сізге дәл сондай, бірақ үлкен әрі сары қызғылт түсті, оранжевый шарды елестету керек. Сол шарға сырттан қараңыз, ішінде 2 қабат боп тұрған өзіңізді көріңіз. Мен жүктімін деп айтып, сары қызғылт шарды, ішіндегі 2 қабат өзіңізбен бірге аспанға ұшырып жіберіңіз. 3 қадам. Сіз осылай қалау тілегіңізді ғарышқа хабарлайсыз, түп санаңызды сендіресіз. Түп санаңыз сіздің жүктілікке саналы түрде дайын екеніңізді білгеннен соң, ағзаңыздағы кедергі блоктарды жояға кіріседі. 4 қадам. Көзіңізді ашпастан ары қарай медитацияны жалғастырыңыз. Енді қызыл түсті 2 үлкен мөлдір шарды ойлаңыз. Біреуінде қазіргі қалпыңызда, ал 2 қызыл түсті шардың ішінде жүкті боп тұрсыз. 2 шарды ойша біріктіріңіз. Шарлар біріккенде сіз 2 қабат өзіңізбен бірігіп бір адамға айналдыңыз. Мен жүктімін деп айтып, қызыл шарды ішіндегі жүкті өзіңізбен бірге аспанға ұшырыңыз. Келесі қадам. Дәл осылай сары түсті 2 үлкен шармен медитация жасап аспанға ұшырыңыз. Одан соң көк, жасыл және күлгін, фиолетовый түсті шарларға кезек-кезек 2 қабат өзіңізді салып, аспанға ұшыруыңыз керек. Соңғы қадам. Әдемі көңіл күймен медитациялық жаттығуды аяқтаңыз.